Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат Құрманқызы. Бүгін біз шапка снуд тоқимыз. Қазір алдымен снуд тоқимыз. Менің көрсетіп отырған жібім Alize Lana Gold 100 грамда 240 метр. Осы екеуінен шапка снуд тоқимын. Ұл балаға 10 жасқа арналған. Снуд бізде үлкен кісіге арналған, ол 58 басының размері. Қазір осы жіппен тоқитын боламыз. Мына жіптің артында қағазында көрсетілген қандай спицамен тоқу керек, 4 не 6 деген спицаны қолдану керек деп жазылып тұр. Сосын бұл жіпті қалай жууға болады, утюгтауға бола ма, сол жайында көрсетілген қағазында. 30 градуста жуу керек, утюгтауға болады деген нелері бар. Менің қолданатын крючогым 5×5 размері. Осыны алдым мен, 5×5 размерін. Қазір алдымен егерде сіздер сымды ұстап көрмеген болсаңыздар, онда ең бірінші астына қарай түсіп, видеоларымның ең астында не бар? Спицамен тоқу жолын көрсеткен кіріспе сабағым бар. Соған өтіп, соны көріп алуларыңызға болады. Қазір бір қабаттап осылай бастаймыз. Алдымен қазір мен үлкен кісіге снуд тоқитын болғандықтан 58 размер, басының размері 92 петля аламын. 92 петля. Жалпы шапка тоқыған кезде екі қабаттап тоқимын бұл жіптен, өйткені бұл жіп кішкене жұқалау болады тоқыған кезде. Бірақ снудқа осылай бір қабаттап тоқуға жарайды. Петляны осылай набирать етіп алғаннан кейін ақырындап бір спицаны суырып аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын. Мінекей толық 92 петля теріп алдым. Енді ақырын бір сымды шығарып аламыз. Енді бірінші петля жұмыс жібін іліп аламыз. Осылай бір петляны іліп аламыз. Ары қарай бұл резинка болады бізде. Қазір біз ары қарай бірінші жұмыс жібін іліп алдық. Бірінші оң лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная қылдырып,
2 петлядан тоқимыз. 2 лицевой, 2 изнаночный, 2 лицевой, 2 изнаночный. Шатасып кетпей, асықпай санап отырып тоқыңыздар. Бұл бізде резинка болғандықтан 2-де 2 алып отырмын. Резинкасын бірге бірде алуға болады. Бір лицевой, бір изнаночный алуға болады. Осы шапка, осы снудқа мен 2-де 2 алып отырмын. Ары қарай осылай 2 оң, 2 сол қып тоқып, соңына дейін 2 оң, 2 сол тоқисыздар. Мінекей мен соңына жеттім. Енді мына жердегі соңғы петляны ар жақтағы басындағы петлямен қосып круг жасаймыз. Бұның да түрлі әдістері бар. Мен бірақ осылай екеуін қосып лицевой қылдырып тоқып жібердім. Өйткені бізде бір жағында лицевой, бір жағында изнаночный петляға қарап солай жасадым. Бұл жерде ненің осы резинканы тоққан кезде, осы петляны қосқан, круг қосқан кезде айналып бұралып кетпеуін қадағалаңыздар. Ары қарай 2 оң, 2 сол қып тоқып, соңына айналып отырамыз. Дәл осылай 6 сантиметр тоқимыз. 14 раппорт, 14 ряд тоқуымыз керек. Шатаспай істесеңіздер, шатаспай тоқысаңыздар, шатыстырып алмай, өте әдемі болып шығады. Енді 14 рядқа келгенде ары қарай түсіндіремін. 14-ші рядтан ары қарай жай петлямен тоқитын боламыз. Мен бұл жерде ең оңай тәсілін алып отырмын. Ешқандай узорсыз, тек қана оң мен сол резинкасын шығарып үйренсеңіздер, ары қарай узорды салу қиын болмайды. Осылай кругпен айналдырып 14-ші рядқа дейін айналдыра бересіздер. 2 оң, 2 сол, 2 оң, 2 сол. Круговой айналдыра бересіздер. Ешқандай шов жоқ бұл жерде. Мына жерде кішкентай жіп салбырап тұр, сол жерге шатасам десеңіздер, маркер қойып қоюға болады. Мен өзім шатаспайтын болғандықтан қолданбай отырмын. Негізі шатасам десеңіздер, осындай қағазға, дәптерге арнайы жазып алсаңыздар болады. Мен өзім жазып алып, осылай қолданам. Өйткені барлық техниканы жатқа білу мүмкін емес.
Мінекей қыздар, мен резинка тоқылу жолын көрсеттім. 2-2 дегеніміз ол 2 оң, 2 теріс, 2 оң, 2 теріспен тоқимыз. Резинканың тоқылу жолы осындай. Мысалы біз шапкаға арнап алсақ, резинка осылай тоқуға болады. 2 оң, 2 оң, 2 сол, 2 оң, 2 сол. Мына жерде бізде 14 ряд. 14 рядқа көтердім. Егер де сіздерге мынандай бүйтіп көтеріліп тұратын, бүктеліп тұратын болса шапкаңыз, онда тоже осылай 14 ряд алсаңыз жақсы болып шығады. Одан көп алуға кеңес бермеймін, өйткені осы жарап жатыр. 14 рапортымыз жарап жатыр. Ары қарай тек қана лицевой тоқимыз, тек қана оңмен тоқимыз ары қарай, өйткені бұл менде не болады? Манишка. Бұл менде манишка болады. Ары қарай тек қана оңмен тоқимыз. Әрбір мына жерде бізде не ғой? Мынау қалай еді? Теріс қой. Теріс петля. Соны ары қарай біз оңмен тоқимыз. Сол оңмен тоқылу жолын көрсетейін. Қазір тек қана, оның ешқандай қиындығы жоқ. Міне, изнаночный терісті оңмен ғана тоқимыз. Оңғып тоқи береміз. Осылай міне оңды басып, оңға ғана тоқимыз. Осылай бізге манишкамыз керегінше, қанша бізге керек, сонша қылып біз тоқи береміз. Мысалы, маған бір осындай керек, бір мүмкін 10 сантиметр, 15 сантиметр ма тоқып болған кезде өлшейтін боламыз. Қазір осыны ары қарай оңмен ғана тоқып, содан кейін өлшеп, мөлшері дұрыс келіп тұрса маған, онда ары қарай тағы да резинка тоқимыз. Мынау манишка болғанда осылай астына тұратыны, мына жерде мойын болады да, үстіңгі жағы тағы да осындай не болады. Осындай узормен әдемі көріну үшін, бір жағынан жылылық үшін узор салған кезде кішкене осындай қалыңдау болып көрінеді. Сол себепті узор салып тоқыған дұрыс. Қыздар, міне манишка тоқып жатырмын ғой мен. Бірыңғай оңмен тоқимыз. Резинканы тоқып болғаннан кейін бірыңғай оңмен тоқимыз деп айтқан болатынмын. Оңмен тоқыған кезде бізде алдында мына жерде бір оң, бір сол, бір оң, бір сол болды ғой. Ары қарай мынандай оңды тоқыған кезде өзі петлялар көрініп тұрады. Міне оң болған петлялар, олар өздері оңмен жүреді. Сол болған петлялар, оларды айналдыру керек. Міне сол болған петлялар, сол теріс петлялар, оларды міне былай айналдырамыз. Осылайынан айналдырамыз да оң қылдырып тоқимыз. Мынау да сол тоқылған. Осылай айналдырамыз да оң қылып тоқып аламыз. Бір рядты осылай айналдырмаса, ары қарай не болып кетеді? Сол секілді тоқып кетеді, теріс болып тоқылып кетеді. Мінекей, мен манишкамды тоқып аяқтап келе жатырмын. Мынау менде соңғы ряд.
бұл менде соңғы ряд болғандықтан қазір мен әрі қарай нені бастаймын. Мына жерге келгенде мынаның бойымен бірінші бастаған жерімізге келген кезде осы жерге мен осындай резинка қайтадан тоқитын боламын. 2де 2 резинка, 2 оң 2 сол, 2 оң 2 сол. Осылайынан оңмен тоқып шығамыз осылай. Сосын мен қазір узорға келген кезде ары қарай түсіндіретін болам. Мынандай жері бар уже, ол біздің бастапқы бастаған жеріміз. Бұл бізде мына жерден басталады. Осы жерге келген кезде мен қайтадан мына узордың жолы бойынша оңмен бастайтын болам. Ал енді мына жаққа келгенше ары қарай тоқи берейін. Сіздер өздеріңіз тоқып, сол жерге келгенде мен сіздерге түсіндірем. Мінекей қыздар, мен мына жерге жеттім. Енді ары қарай менде мына резинкамыз, бұл резинка менде 6 сантиметр, 5 сантиметр, 5 сантиметр ары қарай мына жері 6 сантиметр тоқыппын. Өздеріңіз қанша тоқығыңыз келеді, одан көбірек не азырақ, ол өз қалауларыңыз бойынша. Енді ары қарай дәл осындай резинканы мен мынаның үстінен тоқитын боламын. Мен уже аяқтау шегіне келген жерім болады. 5 сантиметр мен мына жерге қазір дәл осындай резинка тоқитын боламын. 5 сантиметр ол 14 раппорт болып саналады. 14 ряд. Ал кеттік. Мінекей, мынаның жолымен қарағанда, міне менде оң 2 оң тоқимыз. 2 оң петля тоқимыз. 2 сол петля тоқимыз. 2 сол петля тоқимыз солға қарай. 2 оң. 2 сол. 2 оң. Достар, айта кетейін, мына манишкаға мен 92 петля алған болатынмын. 92 воздушный петля алған болатынмын. Бұл ер адамға арналған манишка. Ары қарай қыздар, ары қарай
өзіміздің бағанағы мына өзіміздің немізге жеткен кезде тағы да солай айналдырып тоқи береміз. Осы резинканы айналдырып 14 ряд қылып тоқи береміз. 14 рядқа жеткеннен кейін манишканы жабамыз, аяқтаймыз. Кәнекей 14-ші рядқа келген кезде кездесеге мінекей достар, мен мына өзіме керекті неге жеттім. Мінекей менде 18 сантиметр. Менде мына ең бірінші астындағы резинкасы 6 сантиметр. Одан кейінгі мына жерде тек қана жай 6 сантиметр тоқыдым. Тоже мынау не узорсыз тоқылған, жай оңмен тоқылған техникасы. Мына жердегі техникам тоже мынамен бірдей. Екеуі де 2-2 резинка қылдырып тоқыдым. Мынау асты, мынау үсті болып саналады. Келген кезде бұл манишка ғой бізде. Бұл манишка менде 7 сантиметр. Мына жері үстің жағы 7 сантиметр. Енді мен қазір осы жерден аяқтаймын, толықтай жабам. Сонымен, короче, бізде 13 сантиметр в общем бізде 18 сантиметр шығып тұр. Бұл үлкен адамға тек бір ғана мойнына киюге, былай бүктемейміз, тек қана осылай ғана киюге арналған. Қазір мен мынаны жабылу жолын көрсетейін. Неке жабылу жолы 2 петляны аламыз да өткіземіз. Одан шыққан петляны осылай бір петлядан қосып отырып, осылай қысқартып отырамыз. Мінекей осылай соңына дейін тоқып отырып, қысқартып отырып, осылай жауып шығамыз. Достар, мінекей осылай жауып шығамыз. Бізде осындай шеті осындай болады. Менің каналыма жазылып, каналыма лайк басып, комментарий жазып, қолдай отырыңыздар. Сіздермен бірге болған салтанат. Осындай манишка тоқуды менімен бірге үйреніңіздер.